Иә достар, Тәуіржан мен Айгүлдің махаббат хикаясының 1045 бөлімінің екінші тарауы. Тәуіржан мен Айгүл, өздеріңіз білетін шығарсыздар, екеуі жұп болды, содан кейін екеуі дос болып қалды. Одан кейін бұл екеуі қайтадан араласып бастап, күні кеше ғана Айгүл Тәуіржанды өзінің балаларымен таныстырды. Енді бұны біз қалай ойлаймыз? Бұл жасалған іс-әрекет қандай оймен жасалды екен? Негізі Айгүл өзі айтып еді, мен балаларымды алдыңғы екеуі жоқ болып жатқан кезде балаларымды жайдан жай таныстырмаймын. Егер мен таныстырсам, демек менің алдағы жоспарларым, болашаққа деген жоспарым бар деген секілді сөздер айтып еді. Сонымен кеше екеуі, Тәуіржан, Айгүл екеуі, Айгүлдің балаларымен, Тәуіржанның інісімен барлығы балалардың ойнайтын жеріне барып, ойнап, өздеріңіз де көрген боларсыздар видеода, стористерде. Өте қатты қуаныштымыз. Тәуіржан мен Айгүлдің қолдаушылары болса, комментарийға жүрекше, точка болсын, тағы бірдеңе болсын, бәрін қалдырып кетіңіздер. Тәуіржан мен Айгүлді қолдаймыз деп жазып кетіңіздер. Қолдаушылары екеуі қайтадан қосылған секілді, қосылса да, қосылмаса да, енді екеуінің қарым-қатынасы өте қатты жақсы деңгейге көтерілді деген сөзді білдіреді. Бұл екі жұпқа мен негізі, бұл екі таныстыққа, бұл екі жанға мен негізі өте жақсы жағынан қараймын. Екеуі жарасымды секілді. Меніңше енді бұл екеуі біресе қосылады, біресе қайтадан ұрысып қалады, біресе араласпай кетеді деген секілді. Бірақ соңында Тәуіржан Айгүлге қайта өзі келе береді. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Айгүл Тәуіржанға емес, Тәуіржан Айгүлге қайтадан келе береді. Бұл жерде енді бауыр басып қалған шығар жігітіміз. Егер де олардың сезімі шынайы болса, ол нұр үстіне нұр болады. Екеуі болашақта отбасы ретінде де көруге болады. Әр адам бақытты болуға лайықты, және де ол адамды бақытты қылу екінші адамның қолында. Егер де адам бір-бірін жақсы көріп жатса, жүрекке әмір жүре ма деген секілді ғой. Енді бұл туралы өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға әрине қалдырып кетіңіздер. Комментарияны аямаңыздар, лайкты аямаңыздар, репостты аямаңыздар. Тәуіржан мен Айгүл көрсін. Қолдаушылары мына жақта қуанып жатқанын көріп, мүмкін қолдауды сезініп, мүмкін болашаққа деген қадамдарды тез жасайтын шығар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Асылхан. Маған Тілек бірдеңе айтып отыр. Не дейсің, Тілек? Барселона фанатысыз ба? Маған айтады, мен енді алдында бұған Реал Мадридтің фанатым деп айттым. Енді алдында бір видеом шыққан еді ғой, Барселонаның фанаты болып кеттім. Мен Қайратпен ойнады ғой, Реал Мадрид. Содан кейін мен Барселонаның фанаты болып кеттім. Сен ше? Қай жақтың фанатысың? Так, Барселона фанаты. Сен ба? Красавчик, қолда кел. Майкл Джексонға ұқсайды дейді бәрі. Сен қалай ойлайсың? Ұқсай ма Майкл Джексонға? Білмеймін. Қарасай мұрныма. Мұрныңыз ғана, иә. Мұрныма айтады, ұқсай ма не? Иә. Құмаш ұқсайды деген несі? Мұрныңыз ғана. Ұқсамайды мұрным. Жарайды. Ренжин деп қалдым мен. Қайқа келе жатырық біз екеуміз? Не 90 градус түсесің бе? Мұрным бұзылады ойқа бармаймын, Тілек. Мұрным бұзылады, точно бұзылады анақтан. Мен қорқам ояқтан. Қазір біз, мынандай жерден сырғалап отырып. Мынау менше қорқынышты отыр. Тұра тұр. Бісмілда. Менің кінәлі жоқ. Жоқ, сен дакатса ұстамасайшы, біз түсірейік. Мен қолмен қойып кетпей ма? Қайдасыз? Ештеңе жоқ, қорқынышты, міне жоп жұмсақ. Қапес қорқынышты ғой? Түк қорқынышты жоқ. Ужас. Сіз әлі маған өтіп көрмедіңіз ба 90 градус? Оны бар. Әдем. О, давай, Мансур. Мен көрейін. Ой, үшінші последний раз. Сен қатты айналдырып жатсың ғой? Давай, Тілек. Өгіздер кетті. Бір, екі. О, красавчик. Мен істемеймін ба, не сенде? Раз. О. Два. Ой. Болды ғой, үшінші ғой. Кесіп салды. Саған бұнта кесіп. Мен кесемін. Давай. Сәл астыға. Последний. Бұл да мен сияқты екен. Oha. Qanaqanday istish?
Mansur. Close promotion.